Бүгін біз геометрия курсын бастайтын боламыз. 7-ші сыныптың тақырыптарының ең алғашқысы ол геометрияның негізгі ұғымдары дейді. Бізде геометрия дегеннің өзі грек тілінен аударғанда гео ол жер, метрия ол өлшеу, яғни өлшейтін ғылым екен. Арғы геометрияның ең алғашқы ұғымы ол бізде нүкте және түзу. Түзу сансыз нүктелердің жиынтығынан құралады. Енді тағы да геометрияда негізгі ұғымның бірі ол жазықтық. Жазықтық деген мынау тақтаның беті, үстелдің, партаның үсті, көлдің беті, айнаның беті сияқты тегіс болып тұратын беттерді біз жазықтық деп атаймыз. Осындай үш негізгі ұғым бар: нүкте, түзу, жазықтық. Енді осы жазықтықта нүкте мен түзудің орналасу туралы тоқталайық. Әдетте нүктені біз карандаштың немесе бордың, маркердің ұшының түскен ұшымен бояп түсіреміз. Сол кезде біз нүктені белгілейміз ағылшын әріптерінің үлкен әрпімен. Мысалы А, Б, С немесе А1, Б1, С1. Болмаса А штрих, Б штрих, С штрих. Осылай белгілеулер бар, тек қана үлкен әріптермен. Міне бір нүктені алдым жазықтықтың бойынан. Бұны мен А нүктесі деп алсам, бір түзу жүргізейін. Кез келген түзу. Ол түзуді біз ағылшынның кіші әріптермен белгілейміз. Дәл осындай, бірақ ол кіші әріптермен. Мен Б түзу деп алсам. Осы жерде А нүктесі Б түзуінен тысқары жатыр. Яғни түзудің бойында жатпайды. Келесі мына жерден бір С нүктесін алайын. С нүктесі бұл жерде Б түзуінің бойында. Яғни түзу С нүктесі арқылы өтіп жатыр. Осында екі жағдай бар екен. Нүкте не түзудің бойында, немесе түзуден тысқары жатады. Онда А нүктесі тиісті емес Б түзуіне. С нүктесі тиісті болады Б түзуіне. Деген белгілеулер енгіземіз. Емес болса сызып тастаймыз. Ары қарай жазықтықтың бойынан кез келген екі нүкте арқылы біз неше түзу жүргізе аламыз? Тек қана біреу. Бір ғана түзу жүргізуге болады. Жазықтықтың бойындағы екі нүкте арқылы. Мынаны А, Б нүктесі десек, жүргізілген түзуді С түзу дейік. С кіші әріппен. Екі нүкте арқылы бір ғана түзу жүргізе алады екенбіз. Енді бұл нүкте мен түзудің орналасуларына қатысты. Енді екі нүкте түзулер туралы тоқталайық. Түзулер екі түзу өзара қалай орналасу мүмкін? Олар екі түзу егер бір нүктеде қиылысып жатса, немесе екі түзу тек қана бір нүктеде қиылысады. Мынау А, Б түзуі қиылысады С нүктесінде. Алтын сыныпта өткен тақырыптарымыз бар. Қиылысу белгісі төмен қарайды. А, Б түзуі қиылысады С нүктесінде. Яғни екі түзу тек қана бір нүктеде қиылысады екен. Ал қиылыспайтын жағдай бар. Мүлдем қиылыспаса, онда олар параллель жатыр деп атаймыз. Параллельдік деген ол бізде жүріп жүрген жолдарымыздың екі шеті, немесе пойыз жолының рельсінің екі жақ шеті ешқашан қиылыспайды. Сондай біз өмірде кездесетін параллельдіктер бар. Қиылыспайтын түзулер шетсіз шексіз кетіп жатады, бірақ ешқандай жерде қиылыспайды. Сонда түзулер не қиылысып, бір нүктеде не қиылыспай орналасады екен жазықтықтың бойында. Енді осыған қатысты бірер есеп қарастыратын боламыз. Кітапта бірінші есепті айтады. А, Б, С үш нүктесі бір түзудің бойында жатады дейді. Келесі сөйлем айтады. Б, С, Д нүктелер бір түзудің бойында жатса, онда А, Б, С, Д төрт нүкте туралы не айта аламыз? Яғни үшеуін бір түзудің бойында орналастырып болғаннан кейін екінші сөйлемге дегенбіз. Б, С, Д нүктелер дейді. Онда мен Д нүктесін осыны түзудің бойынан ғана ала аламын. Себебі Б мен С онысы да бір түзудің бойында алғашқыда бар. Енді үшеуі де бір түзудің бойында деген сөз, ол осы Б мен С жататын түзудің бойында жатыр деген сөз, Д нүктесі. Өйткені екі нүкте арқылы бір түзуді жүргізе алатынымыз білетінбіз. Біз Д-ны басқа жақтан белгілей алмаймыз. Д-ны мына жақтан белгілесек, онда үшеу бір түзудің бойында жатпай қалар еді. Сонда осы төрт нүктеде бір түзудің бойында жатыр деген сөз. Олар бір түзуде.
бір түзуде орналасқан деп айта аламыз. Бірінші есеп. Екінші есепті айтады. Бір түзудің бойында жатпайтын үш нүкте арқылы неше түзу жүргізуге болады дейді. Онда нүктелерді мен қосам. Әрбір нүктелер жұбынан бір түзу өтеді. Бұл мен С-дан да өткізем. Міне. Сонда бұл жерде түзулердің саны 3. 3 түзу жүргізе алады екенбіз 3 нүктеден. Басқалай мүмкіндік жоқ. Ал енді 4 нүктеден дейді бір түзудің бойындағы. Тағы да қос-қостан қосып көрейік. Бір түзу болады мына жерде 2. Мында жүргіземіз 3. Д мен С-дан да жүргіземіз 4. Тағы да А мен С-дан жүргізе аламыз. 5-ші түзу. Және Б мен Д-дан жүргізе аламыз. 6 түзу жүргізе алады екенбіз. 4 нүктеден біз 6 түзу жүргізе аламыз. Бір түзудің бойында жатпайтын нүктелерден. Ал ары қарай 5 нүктеден. Оларды қатар тізбегімен қосып шығайық бірінші. Сонда ол 5 нүктеден 5 түзу өтетіні анық. Осылай қосып болғаннан кейін тағы қалып кеткен еме мысалы Б-ға қарай жүргізе аламыз. 6-шы түзу. Е мен С-ға қарай жүргізе аламыз. 7-ші түзу. Тағы да Д-дан А-ға жүргізе аламыз. 8-ші түзу. Д-дан Б-ға жүргізе аламыз. 9-шы түзу. Тағы не қалып қойды? С-дан А-ға да жүргізе аламыз. 10-шы түзу. Міне. Сонда 5 нүктеден біз 10 түзу жүргізе алады екенбіз. Енді осылай жалғаса беретін бір түзудің бойында жатпайтын 6 нүктеден 7 нүктеден дашы 20 нүктеден неше түзу жүргізе аламыз десе, оның бәрін осылай сызып отыру бізге қиындық тудырады. Сол кезде мынандай бір осы қасиеттерден пайдаланып біз мынандай формула қорытып аламыз. Және 3 нүкте болса 3 түзу болды. Яғни біз берілген нүктелердің санын 1-ге кемітеміз да 2-ге бөліп тастаймыз. Сонда бізде шығады. Мысалы 3 нүкте 3-ке 2-ні көбейтеміз, 6-ні 2-ге бөлсек 3 түзу шығады. Сол сияқты 4 нүкте болса 4-тен 1-ді азайтамыз, 3-4-дің 12, 12-ні 2-ге бөлсек 6 шығады. 5 болса 5-ті 1-ге кемітеміз 4, 4, 5, 20, 20-ні 2-ге бөлсек 10 шығады. Солай егерде 20 нүкте арқылы неше жүргіземіз десе, онда жазамыз 20, одан 1-ді кемітеміз 19, бөлеміз 2-ге тең, 20 мен 2-ні қысқартып 10 қалады, сонда 190 түзу жүргізе алады екенбіз деп сызбай-ақ есептей аламыз. Яғни бізге керек көмекші формула осы. Келесі 3-ші есеп. Кітапта айтады, 3 түзу қиылысқанда қиылысқан жұптарының қанша нүктесі болуы мүмкін дейді. 3 түзуді қиылыстырып көрейік. Барлық мүмкін жағдайды ескеріңдер дейді. Онда егер мен 3 түзуді бір нүктенің бойынан қиылыстыра алам, міне бір нүктеден өткізсем, бұл бірінші жағдай. Яғни олар бір нүктеден өтеді екен 3 түзу. Келесі, оларды өзара қиылыстырсам, яғни 3 түзу қиылысады 3 нүктеде. Бұл екінші жағдай. Тағы да бір түзуді салып, бойынан сол түзумен өзара қиылыстырсам екеуін. Бұл үшінші жағдай, яғни 2 нүктеде қиылысып тұр бұл жерде. 3 түзу 2 нүктеде. Мұнда 1 нүкте, 3 нүкте және 2 нүктеде қиылыстыра алады екен. Барлық мүмкін жағдайларды қарастырдық. Келесі 4-ші есеп айтады. 4 түзуді 3 нүкте арқылы, 4 нүкте арқылы, 5 нүкте және 6 нүкте арқылы қиылыстыру керек дейді. Түзулер жұбын. Онда біз ең бірінші 3 нүкте арқылы қалай қиылыстырамыз 4 түзуді. Онда мен бір нүктені алам, соған 2 түзуді қиылыстырам. Үшіншісін. Так.
үшіншісін осылай, төртіншісін осынан жіберсем. Қиылысып тұрған нүктелердің саны бізде 3 болу керек. Біреу А нүктесі, Б нүктесі және С нүктесі. Міне 3 нүкте орындалды. Екінші түрлі жағдайды айтады, 4 нүктеден қиылыстыр 4 түзуді дейді. Енді ол 4-еуін ретімен орналастыра салуға болады, 4 нүктеден қиылыстыру үшін 4 бұрыш қып. Яғни 4 нүкте міне. Бұлай істеуге де болады. Немесе болды, осы 4 нүкте жайлы осымен тоқтайсыз. Немесе 4 нүктеден тағы бұлай да істеуге болады. Екеуін қиылыстырдық, бір нүкте. Үшіншісінде осы жерден жіберсек, сосын төртіншісін бұлай кетірсек. Сонда неше нүкте болады? Мұнда А, Б және С, Д нүктесі. Бұл жерде 4 нүкте. Міне. 4 нүкте болатын екі түрлі жағдай құрастырып алуға болады екен. Тағы солай іздеп, 5 нүкте болса және 6 нүкте болса деп, әртүрлі жағдайларды осылай сызып көріп істеуге болады екен. Осымен бүгінгі сабағымыз